Сәлем барша қазақ елі, сіздермен бірге мен Нұргүл. Және де біз қазір менің Озоннан кішкене посылкаларым келді. Бір-екі посылкам, наверное, ертең арғы күні тағы кішкенелеп аз-аздап келе береді. Барлығын мен бір видеоға қосамын. Сондықтан қазір Озон пунктіне барып заттарымызды аламыз. Достар, наконец-то ашамыз. Мына газ. Камерам әрең көп. Осылай ашамыз енді. Бізде екі товар бар. Біріншіден ашып, потому что анау көрініп тұр. Етін шығарсыздар бұны. Қандай пакетте тұр почему-то. Ну ладно. Достар, менің қатты күткен канцелярия. Осындай әдемі. Упаковкада квадратная. Мынаны ашайық. Бұл уже упаковкасынан мына неден көрінбейді. Нажимать, сол үшін жыртамыз. Кесеміз, точнее. Ой, достар, бұл да фломастер. Мен досымен сабақ оқимын, конспект жазамын, әдем болады. Ертең келсе, ертең де түсіремін распаковка. О, достар, бізге мынандай подарок берді. Нұрилаға, Латифаға өзіме алам. Не наклейка ғой. Қандай милашка. Бұл бізде мынандай неоновый, да? А мынау грязный оттенктер. Вот. Яркий емес как раз. Нормальный. Вот. Трехгранный. Мынандай. Видеоның соңында бұлармен еще тестировать етіп көреміз. Өте күшті, міне 6 штук. Енді мынандай. Мынандай көрген шығарсыздар. Популярный ғой. Қытайский екен екеуі де. Бәрін Озоннан алдым. Міне сіздерге қазір нелерін көрсетем, бағасын бәрін. Вот. Осы заттар бүгін маған келген. Міне тексті выделительдер ғой. Міне басқаша екен. Мыналар мынандай треугольный, да, а мыналар наоборот шаршы. Ой, шаршы деп бұл түктіртпіш. Қазір мен бұлармен сызып сіздерге көрсетем. Міне достар, қазір осы бойымен, осы бойынша қағазға жазамын ғой. Ё-майо.
нежный осылармен сабақ оқитын боламын. И мынандай котики. Вот. Ой. Мынау не? Достар, жоқ. Только не это. Мне сынып кепті мынау. Сынып. Мен мыналарға из-за вот этого 9 балл берем. Негізі олар күшті 10 балл. Бірақ 9 балл. Ал мыналарға мен тоже 9 балл берем, потому что біртүрлі ашылады и сәл-сәл шығып тұрады да, но цветтеріне 10-нан 10. Күшті достар, маған ұнады. Барлығыңызға сау болыңыздар демеймін, потому что мен әлі көп посылкаларым бар. Достар, бұл менің екінші заказым. Наконец-то мен кеше осыны ашқан болатынмын. Енді бұл Vibe Казонадан келген посылкам менің. Енді осы посылканы ашамыз. Кеше Озоннан келген нет, енді Vibe Казонадан мен өзім сататын заттарым. Короче, қазір көресіздер. Яқта адрес, так что көрінбей қойсын. Айна, отдельно қазір ашам. Қарайсыздар ғой, қазір ашам. Не, достар? Ашырик қазір. Дауыстарға мән бермеңіздер, анақта кухнядан шығып жатқан достар. Бірінші ол мынандай. Достар, наконец-то. Бұл бізде биндер. Вот. 1300 теңге тұрған. Осындай. Vibe Казонадан заказ бердім бұл заттарды. Екінші бізде пинцет. О, розовый. Я как раз люблю розовый цвет. Қараңыздар. Пинцет для наклеек. Наконец-то, достар. Так, титрізер. Вау, достар, міне. Мынандай штучный декоративный скотчтар. Штучный міне мындай. Достар, қараңыздар. Протектор, скотч, резиночка, биндер. Сосын мындай не протектор сыртына. Наклейка. Сосын мындай екі пинцет, мындай наклейка алуға. И мындай 5. В подарок. И мындай. Мынау кеше Озоннан келген информация. Достар, жақында ғана біз Vibe Казонадан және де Озоннан товар ашып едік. Енді тағы да товар ашамыз. Осындай Озоннан. Super cute. Осымен ашамыз. Vibe Казонадан келген зат. О май гад, что это? Достар, қараңыздар, заколка. Короче, мен мынандай заколкалар заказ бергенмін ғой. Вот осылар. Мына жақта дәл сондай, бірақ басқа расцветка, наверное, или басқа зат. О, только мынандаймен салып жіберіпті. Окей, мынау Нурилаға, мынау маған. Қазір ашамыз. О, жақсы болды, қараңдар. Ой, қараңыздар. Міне осындай нежный цветтегі, күшті осындай базовый цветтердегі заколкалар. Білесіздер ғой бұндайды? Короче, осындайдың 10 штуга. А вот мынау Нуриланка. Точно так же 10 штук, но мынандай яркий цветтер. Достар, біз
қайтадан бұл посылка емес, бірақ мен бұны магазинде сатып алған заттарым, осыларды распаковка жасаймыз. Менің нәжеме бағана укол салған, сондықтан өзімді бір түрлі сезініп тұрмын. Короче, сіздерге білінбеуі мүмкін. Қазір осыны ашамыз. Бірінші ол осындай пенал. Міне, сырты. Ішіндегі пенал. Менің пеналым, кешеңдер. Мен осы пеналым ескіріп, жыртылып кеткен. Әйтеуір бұрыннан бері осыны тағып жүрмін. Сондықтан осындай новенький пенал, әдемі. Пастельный цветтегі. Ішінде мынандай несі бар. Осыған пенал жинаймын скоро. Так, келесі зат бізде ол наконец-то осындай двусторонний скотч, үлкен ақ. Так, бұны көрсететін ештеңе жоқ. И ручкалар алдым. Мынандай әдемі Берлинган ручкасы, сосын мынау тоже Берлинган екен. Екеуі жақсы жазады деген ойдамын, өйткені мынау Берлинган ручкалар маған ұнамады. Вот, Татран деген жерден алдық, өте күшті, ішінде көп заттар бар. Мынау дыбысқа мән бермеңіздер, достар. Бұл кофенің сливки не істеп жатыр. Соның дауысы. Не? Видеоның соңында қалай жазатынын көрсететін боламын. Скотч декоративный біреу ағалдым екенмен итакта көп зат алып қойдым. Сол үшін осындай бір скотч менде итакта бар негізі. Сіздер көрдіңіздер ғой, осы видеодағы распаковка видеоларда 5 скотч алған Вайб-Кызодан, енді осындай бір скотч алдым. Әдемі осындай розалармен. Енді келесі зат ол, наконец-то, достар. Та-дам! Осындай әдемі цветтердегі бұл линейка, еще бұны неге тақ қойғы болады да. И бұл андай заметке ғой, короче, или же андай кітаптардың беттеріне жапсыратын андай стикер. Қазір ашамыз. Міне. Бұндайды мен тек қана андай короче, интернетте көргенмін да, бірақ Қызылордадан наконец-то осылай бар екен, таптым. Мынандай стикерлер ғой, достар. Маған түстері ұнады просто. Дальше. Мен кей-поп карталар сатамын. Соған мына, достар. Соған мен осындай әдемі конвертке бұлайнан жасап қоямын да. Сөйтіп сатамын. Сыртын оформлять етіп. Сол үшін мен 10 осындай конверт алдым. Если крупный заказдар болса, карточкалар, то осындай әдемі конвертикке салып беретін боламын. Осындай штуктап сататын жерден алдым енді. Күшті осындай писат. Конвертиктер жабыстыратын мен. Так, дальше. Осындай пастельный әдемі цветтердегі тетрадтар, общий тетрадь 48 беттік. Бұның бәрі мынандай. Біреу математикаға, біреу мынау деген сияқты. Бұның барлығы бірақ клеткаға, ал жол көздегі мен обычный тетрадь арнай берем. Так. И соңғысы оланда үлкен зат. Бұл, короче, файл сондай. Үйде ашатыны бар ма? Міне, осындай әдемі розы, қайттан пастельный. Осындай
папка, короче, үстінде мынандай кнопкасы бар. Ашамыз, и бұның ішінде мынандай разный қағаздар салып қойған. Ішінде достар мынандай шықты. Қараңыздар, әдемі цветтердегі стикерлер, чтоб бір нәрсе жазып қойып, соны жабыстыру үшін. Атыңды жазып қойсам болады да, заттарыңа жабыстыру үшін. Күшті достар. Басқа ештеңе жоқ па? Так, осындай канцеляриялар алдым. Бұларды давайте қазір примерно көрсетейін, қалай қолданатынымды. Вот, менде мынандай файл болатын. Оның ішіне салып жүретінмін, но бұл как-то неудобно, короче. Әдемі файлға салғым келді, осындай алдым. Ішінде бір несі бар, не бар еді. Бірақ ол, короче, сатып аламадық оны, сошынан алдық. Міне мынандай майда-шүйде заттар. Вот мынандай қазір көрсетем. Шаблондар разный. Постерлар мысалы ше. Мынау постерлар. Ну, типа постер, типа. И мынандай кішкентай. Бұл андай карточка сатып алған кезде осындай сыртына системдеп шығарып алғанмын ғой. Мына Росе, Джесу. Короче, осындай ғой. Осылар мынандай енді салып қоямын осыларды. Ал папканың ішіне разный ячейкалар бар екен, жақсы болды. Мынаны былай чық деп жаба саламыз. Вот, достар, осындай папка болады сосын әдемі. Да почему-то кнопкалар ше қисық тұр. Не впади. Міне осындай бізде распаковка болды. Надеюсь, осы болды. Или же сіздерге кейбір заттарды анығырақ көрсетейін. О, финалның ішіне мынандай болды. Достар, жарамыз. Бір, екі. Мен пакет жарамайын негізі. Жарылмады. О, поролон. Жұмсақ губкалар. Қараңыздар, қандай эстетичный пенал. Бұның ішіне мен маркерлерімді салып қойғанмын. Енді достар, жалғастырып көре беріңіздер. Лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Егер де бұны жасап қойған болсаңыздар, осындай видеоларды жақсы көретін достарыңызға жіберіңіздер. Достар, сәлем. Менде тағы бір unpacking видео қалды. Бүгін мен Vibe Кызылға уже барып, сол жақтан сатып алдым заттар. Мен өзім магазинме. Енді соны ашамыз. Я, достар, ескерту, мен осы видео бойы айтқан уход для лица Озоннан келе алмайтын болды. Бізге ақшаны қайтарып беретін болды. Сол үшін бұл видеода болмайтын сияқты. Ура, достар. Так, бірінші. Мынандай стикер пактар. Протекторға, разный нәрселерге жабыстыратын. Мынау кішкентайлары 100 теңгеден болды, мынау 200 теңгеден. То есть барлығы бізде мынау 400-600 ба? Вроде бы. Я 600 теңге. Мынан бәрі. Так, далее. Мынандай милый флакончик
для духов или антисептик. Мені басатын, мен антисептикке қолданғым келеді. Ол 400 теңге тұрды. Барлығы 1000 теңге болды пока что. И мынандай достар. Blackpink'тің карталары. Бұның ішінде ерекшелігі. Мен мұны вообще көрмеппін. 119 зат бар. 55 голографический карталар, голо карталар. И 64 стикер. Осындай. Көргенсіздер ме біздер? Короче, осындай. Тағы бір не карточкалар. Бұны біз соңында ашайық. Давайте қызық болу үшін. И мынандай. Бұл бізде мынандай Blueberry деген тоже декоративный скотчтардың несі, коробкасы. Бұл жолы уже көк түсті. Менде әртүрлі болған еді. Енді көк түсті болады. Мынандай үлкен ширинадағы. И мынандай орташа. Вот, достар, осыған екен. Мне осындай әдемі скотч қой, короче. Мынандай. Мынандай. И тағы мынандай. Осы төртеуі 600 теңге тұрды, достар. Вообще не стоит. Окей. Дальше бізде мынандай органайзер. Наклейка салатын. Наклейкаларды салып қоям. Дальше мынандай, достар, цветной протектор. 100 штук 750 теңге тұрған. Так, мынау бізде екеуі 300 теңгеден вроде бы. Барлығы менде 4950 теңге болды. Вот мынандай. Үлкен штоп карточкаларын бәрін салып қою үшін. Енді распаковка жасайық. Мынаған. Оның ішіне 100 штук. Маған айтқандай. Бәрі бірдей енді. Көрейік мынандай. Так. Мне кажется, бұны біз бір карта алайық нақтан. Голо карталар, потому что голо карталар кішкентай болады. Достар, описанияда, если что, сіздер Қызылордада тұрсаңыздар, менің инстаграм аккаунтым бар, Candy Cards Shop. Соған кіріп көрсеңіздер болады. Соқтан сатып алсаңыздар болады. Мына роза голо картасы. Енді мынаны салып көрейік. Түкмеді ғой. Көрейік ішкіз. Оны қайтып түсу кереккен. Резинаның жақсатын нәрсесі бар. Соны алып тастайды да бұлай. И бұлай жабыстырады. Бұл негізі несі кимейді. Артына да ашық тұрады. Сіздер карта ашып тұрсыз, но мынандай болып тұрады. Вот, протектор ретінде емес, андай подарочктар салғанға күшті болады. Кішкентай өйткені. Мынандай ғой. Жер жабыстыратында мынандай. Кішкентай форматта, бірақ тоже карточкада келеді негізі. Мен бұларда, наверное, стикер салуға, не знаю, короче, сондайға использовать етем. Вот. Барлығы. Менде вообще ақша аз болды, сол үшін аз зат алдым, негізі. Дальше. Давайте ең қызықнан ашайық. Бұны ашпай тұрып, біз лайк басып подписаться етіңіз, если сіз оны жасамасаңыз. Тезірек. Все, давайте. Так, где мой ножик?
Вот менде мынандай бар. Тоже байып кызылдан алган. Осымен кесейік. Жерінен алыну керек негізі. О, лайна ленточкамен алынады екен. О, аштық ау әйтеуір. Маған қызық болып тұршы, достар. Достар, тез памятім бітіп қалмай тұрғанда көрсетейін. Короче, мынандай карталар екен. Разный, да? Кішкентай екен өздер. И мынандай стикерлер. Басқа подробный нелерімді осы кей-поп нелер бойынша сіздер нелерден мен инстаграмдағы видеоларынан көре аласыздар. Вот мынандай, артынандай. Сау болыңыздар. Бұл видео менің аяқталды. Енді келесі видеоларды көрсеңіздер болады. Осы мен бүкіл 1-2 айдағы распаковкаларым болған. Егер де осындай видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, мен тағы түсіру мүмкін. Сау болыңыздар.